менде мынандай сұрақ. Бәріміз көріп жүрміз ғой да, біз сол жаңалықпен ұйықтап, сол жаңалықпен тұрып, болеть етіп, уайымдап, ол әрине Белоруссиядағы қазіргі көтерілістер. Қысқаша, осыған дейін не болған айтып бере аласыз ба, Сақтау мырза? Я айтып бере аламын. Типа ештеңе білмейтін адамға айтқандай екен, не? Иә. Ештеңе хабар жоқ адам. Беларусьте Лукашенко 26 жылдан бері билікте отыр. И осы жылы кезекті сайлау болу керек болған. Содан ол жерде мамыр айының басында ғой кандидаттар тіркелді. Сол кезде опрос бойынша 3 адам алғашқы орында тұрды. Біріншісі Виктор Бабарика, екінші Валерия Цепкала, үшінші Сергей Тихановский. И үшеуі ең көп дауыс жинап жатты опростардан. Ал Лукашенко 3-6% жинап жатты. И содан кейін Лукашенко үшеуін қамап тастап, сайлауға тек қана Тихановскийдің әйелі ғана сайлауына шыға алды. И 3 аптаға жалғасқан предвыборный кампания кезінде Тихановская көп адамна за болды Тихановскаяға президент болуына. Сайлауда өтірік дауыстар жиналды дейді кейбіреулер. Досрочное голосование кезінде фальсификациялар көп болды дейді. Содан енді Беларусь халқы 26 жыл билік құрған Лукашенконы қууға шыққан сияқты көшелерге. Сол қысқаша. Бұлай ғой, мысалы диктатор да 20 жылдан бері отыр, әрине оның жақтастары да бар, қазіргі белгілі, яғни мысалы ядро деген сияқты, пенсионерлер бар, пропаганданың құрбандары, мысалы Ресейдегі Путиннің типа главный ядросы деген сияқты, где-то 30% па сондай. Сұрақ, осы 20 жыл бойы істеп келген нәрсе, мысалы 2015-те, 2006-да, 2007-де ма, 2015, 2010, 2006 жылдарында сайлауларда өтіп келген типа Лукашенко не үшін именно 2020-да өтпей қалды? То есть из-за чего вдруг осындай үлкен вспышка, адамдар жек көріп, ойбай оған прям адамдар қатты неғып кетіп, көтеріп кетіп, оның рейтингісі кетіп, не үшін осыдан бірден болып жатыр? Менің ойымша, ол біріншіден енді адам ұзақ отырған сайын, мысалы 30 жыл отырса недовольство бір 10 адам недовольны болып мысалы, или ұзақ отырған сайын недовольный көбейе береді ғой. 40 жыл отырса, одан көп адам недовольны болады. 50 жыл отырса, одан көп адам сияқты. И уақыт өткен сайын недовольный саны көбейе береді. И оның үстіне ең басты кандидаттарды алып тастағаны тағы да бір халықтың алдында Лукашенконың абыройын түсірген сияқты. Мен сол деп ойлаймын. Ереке, сен қалай ойлайсың? Мен ойымша жалпы осы коронавирусқа байланысты көптеген көтерілістер болды ғой. Америкада Black White ма, сондайлар айтпай қойып, біз Black Lives Matter'лар. Мәселен, Россияның өзінде хабарыс көтерілген болатын. Сосын Кавказ жақтардағы тоже көтерілістер, жалпы СНГ кейінгі Кеңес одағынан шыққан мемлекеттерде халықты біраз шынықтыр жетті, мүмкіндік тудыртып. И барлығы қандай ғой, СНГ клуб диктаторов деп атайды ғой. И барлық мемлекет ол нәрседен шаршаған, ал жалпы халықтың дүмпуіне именно жаңағы кандидаттарды алып тастау себеп болды, бірақ негізі не үшін жаңағы кандидаттар өзін ұсынды дегенге байланысты Белоруссияның ішкі мәселелері болуы мүмкін. Себебі осы күнге дейін пісікпеген, қателеспесем, Бабарика деген ол жаңағы біздегі смартфон сияқты программистердің хабын жасаған кісі, ал біреуі болса оппозиционный блогер болған. Ол нәрселердің барлығы осы күнге дейін жиналып келген ғой. Соның себебінен болды деп ойлаймын. Жакезі қалай ойлайсың? Алып қосарым жоқ. Мен тоже кандидаттардан деп ойлаймын негізі. Кандидаттарды алып тастағаннан кейін барлығы соған бола көтерілді деп ойлаймын. Маған осы жерде досым Сатпаев соның бір күшті сөзі есіме түседі. Коронавирус билікке ең ұнамайтын оппозиционер болды деді ғой. Олар күтпеген, олар неғылмаған. Ең күтпеген. Мысалы, нені көрдіңіздер ғой, как әзіл ретінде да, такой хоккейник площадка тұрып Лукашенко журналистке: "Вот ты же не видишь коронавирус?" Нет, ну я тоже не вижу деген сияқты. Вот сондай выходкалары себеп болды деп жатыр кейбір адамдар. Бірақ мойындау керек, 20 жылдан бері адамдар шаршайды, шынымен де ол әсер етеді қатты.
Беларусьте көптеген заводтар, жұмыс орындары шықпай жатыр ғой қазір, типа забастовка деп. Еще адамдардың ашуын туғызып жатқан кеше мысалы бірінші рет болды. Скорый шақырса, скорыйдың ішінде ОМОНдар отырып, вызовқа барып, адамдарды ұрып тепкілеп сөйтіп жүр. И адамдар уже скорый шақырған жоқ, ішінде ОМОН келеді деп. Бүгін медиктер неге шығып жатыр забастовкаға. Полициялар отставка кетіп жатыр деген сияқты. Сол скорыйдың машинасымен барып ішінен ОМОНдар шығып, адамдар тепкілеп жатыр да ұрып. И ол да тағы да майылып жатқан сияқты адамдардың ашуына. Әрине, ё-моё, вообще маразм ғой. Былай ғой, мысалы, олар қазір көтеріліп жатыр, не қылып жатыр, барынша мысалы, анау Шарпа бар ғой, который авторитарлы биліктермен қалай күресу жайлы кітап жазған. Мен білмеймін. Көптеген көтерілістер болған. Иә, былай түсіндіріп айта салайын. Ол жерде былай дейді, сенің тек қана шығып көтерілгенің, мысалы сен шығып айқайлағаның, адамдарға айтқаның ол ештеңе алып келмейді. Ол мысалы менің түсінігім, ол қазіргі менің түсінігім, және ол бір анықтамасы ғана. Көтеріліс кімге бағытталу керек? Ол мемлекеттегі элиталарға бағытталу керек. Яғни элиталар түсіну керек, что олардың қазіргі қолдап отқан президенттері өздеріне невыгодно. Значит, олар не істеу керек? Сол кезде олар қазіргі президенттің, мысалы Лукашенконың дәл осы ситуацияда оның айтқан сөздерін тыңдамау керек, және оның берген бұйрықтарына қарсы шығу керек, немесе одан алыстау керек. Сол кезде Лукашенконың осы 20 жылдан бергі келе жатқан бүкіл билігі бірден жоғалады. Яғни адамдар түсіндіру керек кімдерге, элитаға, что мына президент бізге керек емес. Прикол в том, что адамдардың көтерілген ештеңе алып келмейді. Сол сияқты олар айтып жатыр да, кітапта айтады, сіз ары қарай күшті жеңіске жету үшін митингіде ол элитаға түсіндіру керек бірінші. Екіншіден, оларды өзіңіздің тартып алуыңыз керек дейді. Бірақ біз осы уақытқа дейін, мысалы, вообще ешқандай нәрсе көрген жоқпыз. Уже 4-ші күн болып жатыр. Олар тек қана көшеге шығады, айтады, мынандай проспектте мына жерге барамыз, и все, бітті. То есть, баратқан кезде тем более оның барын ОМОНдар біледі, барын ұрып соғады, үйіне айдап қуады. И бітті, осыған не емес па, бұл кезекті көтеріліс, иә, өте не қыл, бірақ оның жеңу шансы қаншалықты уже? Менің ойымша бұл Минск емес, Беларусьтегі болған нәрсе нормально көтеріліс сияқты, бір нәтиже алып келе алатын. Өйткені кеше мысалы коктейль Молотов адайындап шыққан адамдар пландары бар. Мысалы мына уақытта сағат 7-те көліктер, машиналар көшелерде пробка жасай бастайды, чтобы ОМОНдар келе алмау үшін. Басқалар жиналады деген сияқты. Метромен мынау шығады деген сияқты. И пландар бар уже адамдардың кәдімгідей 7 сағат, 8 сағат бойы түнімен баррикада құрып, басқа құрып солай жасап жатыр да. Полицияға қарсы, ОМОНға қарсы. Мысалы мен сіздің айтқаныңызда жаңа айттыңыз ғой, күтіп шығып айқайлағанда іште бермейді деп. Мен Хабаровск деп білемін. Хабаровскта мысалы қанша 9 июльдан бастап шығып жатыр адамдар, туп айқайлап Путин отставку деген сияқты. И олар уже прогулкаға шығады, көшеде айналып шығады, и ол басқа ештеңе істемейді даже. Полицияның қақтығысқа бармайды, ештеңе қылмайды. И қазірдің өзінде Беларусьте бірнеше государственный телеканалдың ведущийлары отставкаға кетіп жатыр. Мен былай өтірік айта алмаймын деп. Бүгін мен оқыған бойынша 3 адам кетіп қалды журналистердің ішінен. Мен ойымша бұл тағы да біраз жалғасса нәтиже береді. Ақсеке, қазір сіз не отқан сияқтысыз, смена предмета дейді ғой, предмет спора. Біз Хабаровскдегі көтерілістер, түсінікті, Фургал деген олардың несі бар еді, мэрі бар еді, оны алып тастады, себебі оның рейтингі өте жоғары кетті, Путина деген сияқты. Ол жерде мынандай ғой, ЛДПРден нелер шығып жатыр, то есть әрине олар лидер емес, бірақ олар горизонтальный лидерлер, олар шығып жатыр, және олар билікке прям четко требованиялар қойып жатыр. Бұл бір. Екіншіден, оларға түсінікті, что егер оларда сайлау өтетін болса, ол жерде Единая Россиядан ешкім жеңе алмайды. Это ол жердегі анау умное голосование бар, тоже Навальный ұстағаны, және адамдар несі бар. То есть олардың қолында хоть какой-никакой административный билік бар. То есть сайлау, олардың оппозиционный депутаттары Хабаровскдағы, және ол жердегі жалпы адамдар. Ал Беларусьта ондай нәрсе жоқ қой, ол жерде биліктің барлығы қолдап отыр. Әрине біз көріп жатырмыз, анау жекелеген полицейлер болсын, менттер болсын, барлығы жекелеген шығып жатыр, бірақ ОМОНдар әлі күнге дейін ұрып жатыр адамдарды. И что? Мен айтқым келгені, екі көтерілісті салыстыратын болсақ, Хабаровсктағы мақсаты бар ғой көтерілістің. Фургалды Хабаровск сақтау, қайтару Хабаровскқа. И Беларусьте Лукашенконың отставкасын требовать етіп жатыр. Екі көтерілістің арасында Беларусьте болған нәрсе нәтиже беру шансы көп сияқты, чем Хабаровскта. Өйткені Хабаровскта сіз айтқан бағана кітапта жазылған бойынша болып жатыр да, тупа шығып әңгіме етіп жатыр, айқайлап жатыр. Ана жақта хотя бы қарсы тұрып жатыр, баррикада құрып жатыр.
еще ондаған емес, жүздеген мың адам сияқты әр қалада, 28-30 қалада. Кенбай, алдында екеуміз талқылаған 3,5% сол Белоруссияда орын алып жатқан сияқты. Соны айтып берсем егер қарсы болмасаңыздар. Ереке. Олар там артқа жүрмейді сияқты, потому что уже қанға жетті ғой. Бір адам қаза тапты, там официальный информациялар бойынша. Көптеген адам ауруханада жатыр. И там халық тоқтамайды. Не халықты полностью қанап бітіреді, не там кетеді ғой билік. Ерлан Ерлан бастап кетті, осы нәрсе жайлы қысқаша айтып берсем, егер ешкім қарсы болмаса былай. 2011 жылы Эрика Ченовец және Мария Стефан деген екі ғалымның зерттеу мақала шығады. Ол мақала бойынша 1900 бен 2006 жылдар арасындағы бүкіл 340 шақты билікті ауыстыруға бағытталған және вообще көтерілістер солар қарастырылған. И ол жерде көтерілістерді нақты екі категорияға бөледі. Біріншісі ол зорлық-зомбылықты, яғни көтеріліске шығушылар олар қан төгеді, бомба жарады, насилие, кәдімгі ОМОНдардың істеп жатқандан өздеріне қайталап істейді. Екіншісі ол не қылу, бейбіт көтерілістер, олар шығады, ешкімге тиіспейді, ешкімді ұрмайды, соқпайды, ешнәрсені жармайды, бір стакан сындырмайды. И олар тек қана забастовкамен, ашаршылықпен деген сияқты сунеттармен күреседі. И осы жерде ол зерттеуде бір көп нәрселер айқындала бастайды кәдімгідей. Ол жерде мынандай бірінші нәрсе анықталатын нәрсе, ол жерде бейбіт көтеріліске көбірек адамдар шығады екен. Зорлық-зомбылық көтерілістерге 50 мың адам шықса, бейбіт көтерілістерге 200 мың адам шығады. Себебі күш қолданатын көтерілістерде оларға жастар керек, ал қарт адамдар немесе әйел кісілер немесе кішкентай адамдар, кішкентай балалар олар күш қолдана алмайды, полицияға төтеп бере алмайды, ал жастар ғана төтеп береді оған нәрсе. Вот. Екіншіден оны тақылау оңай екен. Мысалы біз көрген жоқпыз ғой да, қызылдардың олардың қалай император отбасын қырып өлтірген мақтанып айтқандығын, ол тақыланбайды ол нәрсе. Үшіншіден олардың жеңіске жету шансы, яғни бейбіт көтерілістің жеңіске жету шансы 2 есе көп екен. И осы жерде тағы бір төртінші бір нүкте пайда болады. Егер айтады, егер сіздің көтерілісіңізді елдегі 3,5% халық қолдайтын болса, онда сіздің көтерілісіңіздің жеңіске жетуі ол тек қана уақыттың еншісіндегі нәрсе. Яғни 1 жыл болуы мүмкін, 2 жыл болуы мүмкін, но ол міндетті түрде жеңіске жетеді деген сияқты. Қазір Ерлан айтып өтуіне қосыламын, қазіргі таңда менің түсінуімше Беларусьта ол неғылған сияқты шынымен де 3,5% деген магический порогты асып өткен сияқты жолы бар. Сосын тағы қосатын нәрсе өте маңызды, қарапайым көшеге шығып жүріп өту немесе ОМОНдарға қарсы төбелесуден бөлек, жаңағы жолда пробкалардың қалыптасуы, адамдардың зауыттарға жұмысқа шықпауы, медиктердің, мұғалімдердің жұмыс жасамай қоюы, одан көшеге шыққанға қарағанда ықпалы көбірек қой, экономикаға. Олар жұмысқа шықпаған кезде зауыт жұмыс істемесе, жаңағы сен өзің айтып отқан элиталардың пайдасы тоқтайды. Сол себепті олар амал жоқ, уже басқа биік қарастыру керек болады. Осы нәрселер жақсырақ сияқты. Қазір айту бойынша айтып жатыр ғой, кейбір Беларусьта кейбір жерлерде забастовкалар істеліп жатыр деген сияқты. Бірақ енді маған мысалы ұнайды, егер шынымен де олар не қылатын болса, өздерінің Лукашенконы қуып жіберетін болса. Бірақ енді ол тек қана олардың қолында. Менде мынандай сұрақ келесі. Сыртқы әсер. Қазір Лукашенко барлығын кінәлап жатыр, ол Литваны, Польшаны, Россияны, даже Украинаны вообще зачем кінәлап жатыр ғой, сендер ұйымдастырыңдар, анау деген сияқты. Осы кезде өте бір мен ызамды келтіретін нәрсе, ол батыс елдерінің үндемей отыруы. Тек қана Евросоюздың адамдары ғана, Лукашенко қуып жатыр, анау деген сияқты нәрсе айтқан болғанмен, одан басқа, мысалы, Ангела Меркельден, Макроннан деген сияқты жесткий критикалар көрген жоқпыз. То есть вообще көрген жоқпыз. Ол қалай ойлайсыздар, олардың үндемей отыруы зиян ба, әлде пайдалы ма Беларусь халқына? Беларусь халқына олардың жалпы өз позициясын білдіруі, менің ойымша, өз бір әсерін беретін еді, толқынышы, сенім деген сияқты. Тихановская қазір таңда кешірім сұрады да, балаларым маңызды деді, тыныш отырып қалды ғой.
ол шетелге шыққаннан кейін қайтадан андай халықты андай көтертетін ұран тастаған сияқты там бір нәрсе істейтін болса, там басқа мемлекеттердің басшылары Белоруссия басшысының фальсификацияларына қарсы бір нәрсе айтатын болса, ол да өзінің ықпалын беретін еді. Бірақ мен ойымша қазір ол қатты әсер жоқ сияқты. Себебі Белоруссияда қателеспесем VPN да ешқандай қазір таңда сеть істеп тұрған жоқ қой, барлығын жауып тастаған. Жоқ, хабар алысу қиын болып тұрған сияқты. Ал жалпы негізі ят нәрсе ғой, иә. Бірақ саясат сондай ғой. Мен де сол таңғалып жатырмын, неге сол Европа елдері, ақш сияқты елдер неге оны талқылап жатқан жоқ. Евросоюз пятница күні талқылаймыз дедім, бірақ былай Украина сияқты, басқа елдер сияқты Венесуэла нәрсе болса сразу Совет Безопасности ООН-ға шығарып түсіп кетеді ғой. Беларусьта ондай болған жоқ. Мен соған таңғалып жатырмын тоже. Меніңше, по-моему, тоже жақсы болады егер басқа елдің басшылары сөйтіп өзінің позициясын білдірсе, Беларусь пайда болатын еді деп ойлаймын. Бірақ бір несі хотя бы Қазақстан мен там Ресейдің президенттері ұқсап Лукашенконы құттықтап жатқан жоқ қой. Құттықтап қойды ғой уже. Біздікілер құттықтап қойды ғой, олар құттықтап жатқан жоқ. Иә, олар құттықтап жатқан жоқ дейсіз ба? Иә, олар құттықтап жатқан жақсы еді. Осы нәрсеге мен бір күшті жауап естідім. Ол мен кәдімгідей сендіріп тастады ол жауаптың шынды екендігіне. 2014 жылдардағы оқиғаларға байланысты, яғни Крымның аннексиясы, это аннексия емес, ол жаулап алу, атын айтайық. Жаулап алуында Лукашенко адамдарға батыс елдеріне былай түсіндірді дейді. Қараңдар, егер мен кететін болсам, Белоруссияның жалпы сыртқы саудасының жартысы Ресейге тәуелді, яғни Ресей сатып алады, одан не қылады, ал ол өте дұрыс емес. Опасный нәрсе, Ресей сатып алу немесе Белоруссияға қиналып қалады. Вот айтады, егер мен мемлекетім қазір осындай жағдайда, егер сендер маған қарсы келетін болсаңдар, немесе мені критика ететін болсаңдар, онда мен Ресеймен қоса саламын. Ал Ресеймен қосатын болса, Ресейдің танкілері ол Литваның шекарасына тұрады. То есть, получается, выбирайте, как бы Ресейдің зло екенін көрдіңдер, оның типа договорға келмейтінін көрдіңдер. Ну, выбирайте, типа, вам, типа, милый, как бы, никого не трогающий, как бы, өзінен басқа диктатор керек па, әлде шекараларындағы Ресейдің танкілері керек па? Вот, қысқартып айтқан кезде, вот, сондай. И батыс елдері осы нәрсеге молчаливый согласие дейді ғой, келісті оған бәрібір. Мен осындай жауап естідім. Қаншалықты шынды ойлайсыздар? Меніңше, там, в данный моментта, там, Европа елдеріне Белоруссияда болып жатқан ситуация не холодно, не жарко сияқты. Потому что там қазір таңда оларда өзінің там проблемалары бар, коронавирусқа байланысты, халықтың денсаулығына байланысты, мемлекеттің экономикасын қайтадан қалпына келтіруге байланысты, кризистен шығуға байланысты, и там тағы да там межнациональный конфликтқа там ешкім бас сұққысы келіп жатқан жоқ сияқты. Өздерінің там несін беретін болса да, там оценкасын уақыт өте келе там кішкене судың несі лайы кеткен кезде там айтатын шығар. А так жаңағы там кім сөйтіп айтты, бүйтті, сөйтті дегенге байланысты. Қазір таңда не қондай халық мемлекетаралық конфликттер көбейіп кетіп отыр ғой, ақш пен ненің арасында. И бәрі мүмкін әрине. Бірақ там типа Европа қорқып қалды деген ойламаймын. Мен Лукашенко айтып, Россия басып келеді, мен кетіп қалсам деген сияқты әңгімелері жай ішкі Беларусьтың тұрғындарына арналған деп ойлаймын. Өйткені любой диктатор сырттан жау іздейді ғой. Мысалы, Лукашенко айтса, мен кетсем, типа Беларусьта бой болады деген сияқты. Или Путин айтады, мен кетсем, там, ну, типа, Путинге мен айтады, мен кетсем, там, НАТО басып алады деген сияқты. Или Назарбаев айтады, всегда, ой, бірлік маңызды бізге деген сияқты. Менен кейінгі хуже будет деп айтқандар бар ғой. Сол сияқты любой диктатор сырттан жау іздейді ғой. И соның біреуі деп ойлаймын. Лукашенконың жаңағы сөзі, мен кетсем, Россия басып алады деген сияқты сөздері. Своеобразный океаны дейсің, Джордж Орвелл. Иә. Жалпы қызық ситуация. Кім ТикТокта оқып беріпті ғой, да? Тихановская өзінің признаниесі. Ер мощный кімнетіне. Негізі Беларусь халқы мықты. Мен жақында бір пост оқығам. Жаңа сайлаудың несін результаттарын там онлайн екінші жақтан санайтын там голос деген платформа жасаған екен ғой, айтишниктер. Енді ол мықты екен ба даже. Вот сол күшті идея маған ұнады.
кәдімгідей must have нәрсе алыңдар қолданыңдар деген сияқты. Телеграмда дей ма ол? Жоқ, ол бөлек сайт кәдімгідей. Бір естуімше мен оқығаным бойынша ең басында жасалған кезде Телеграм арқылы жүзеге асқан екен. Телеграм бот арқылы, одан кейін барып сайтқа башқан шығар. Менің естуім бойынша, қазір соңғы информация білмеймін, бірақ осыдан бір жарым апта бұрын оған айтамыз 10% адам тіркелген. Беларусь халқының 10% ол өте көп, шынымен де. Ол выборочный болады, и оның дауысы арқылы бүкіл сайлауға біз баға бере аламыз, конечно. Бірақ мен білмеймін, қазір ол не до этого сияқты қазір. Ол беларустар үшін. Анау бір беларуста бір досым бар да, и ол айтады, мен сұрадым, жағдайың қалай, жақсың ба? Мен жақсымын, мынау вообще не болып жатыр? Айтады, ағам Минскке дейді, ауылға келе алмай жатыр дейді. Енді не үшін десем, шықса дейді, аман ұрып соғып алып кетіп қалады дейді. Мен әзілдеймін оған, коронавирус по-белорусски ма десем, деп қояды, оларда карантин болған жоқ қой. И карантинде олар қазір солай отыр деген сияқты. Аманнан қорқып. И смешной, не знаешь, смеяться или как-то. И смех игре. Еще бір карантин болмаса да бізден 2 есе азып тұр қазір, иә? Или мың болады, сондай. Ақын жақта тіркелгені ше. Статистикаға қарай сұрақтар бар шығар бізде. Енді екеумізде диктатор келмей ғой. Беларусьте де бар ол сұрақтар, қазақстанда тем более бар, так что салыстырмалы түрде 2 есе нормально ғой. 2 есе онда халқы да 2 есе аз ғой бізден асеке. Бірақ халқының санына қатты қарап жоқ. Негізі. Мысалы, Швейцария 10 миллион, бірақ бізден көп қой. Халқының саны қатты маңызды емес сияқты. Дұрыс айтасың. То есть, сіздің айтқыңыз келгені карантин болмаса да адамдар жайырып отыр деп па? Деп айтқыңыз келіп отыр ма? Карантин болмаса да, бізден аз қызық та сол жағы. Мысалы, біз Қытайдан асып кеттік, и что, это тоже какой-то показатель? Енді 2 есемен бір 20-40 есе деген басқа әңгіме ғой енді. Негізі оқтап. Бір жағынан Қытай халқы 1,5 миллиард қой, бізде қанша 18 миллионнан 100 мың, оларда да 100 мың. Представь. Енді айттым ғой, 40-50 есе болса, разница уже кәдімде дейді, бірақ 2 есе болса, қатты ойнамайтын сияқты, рөл ойнамайтын сияқты. Маған қызығы негізі Беларусияның медицина деңгейі қандай? Мен естимін, что көп адам ол жаққа операция жасауға барады. Германияға, Израильге барады, Беларуське келетін сияқты. Естимін мен көп адамнан. Халық саны неше дейсің, Кенбай? 9,5 миллион. 9,5 миллион. Қызық екен. Ойлап қарасаң, Қазақстан уже екінші несін өткізді ма, үшінші ма? Локдаун. Не, карантин, екінші карантин. Екінші карантин болды ғой. Екінші біткен жоқ әлі, Кенбай созып жатыр ғой екінші. Марттан бастап майға дейін, июльдан бастап қазір бар. Осы карантинде бізде адамдар ауырды да, и медицина жетпеді, орындар жетпеді, дәрі-дәрмектер жетпеді. Белоруссияда егер мен олай түсінетінім да, қазір ояқта IT мықты дамыған, программа нелер и информацияны жақсыру қиын. Егер Лукашенко коронавирусты мойындамады, и сол по-любому өзінің авторитетін сақтап қалу үшін статистиканы жасырса да, ол ашылатын еді да. Ондай фактерді көргенде сол себепті шынымен де ойланасың. Либо Белоруссияның медицинасы. Береке, мен вообще бұл жерде Асеке вообще екеумізге бұл жерде темасар басқашалау сияқты. Просто оларда осы движение майдан басталды ғой, дұрыс па? И мне кажется, им не до этого было. Коронавируспен, но бізде азаматтық қоғам құрайын деп жатырмыз, коронавирус просто отдыхает, мен өтсем солай болған сияқты бар. Енді білмейміз. Мен білмеймін шапсын деген. Билікке қарсы қозғалыс күш берді дейсіз ғой, иммунитет. Иә. Ереке, осы жерде не жайлы айтып бересіз ба? Сергей Гуриевтің осы карантиннің экономикалық пайдасы жайлы. Мен ба? Статьясы бар еді ғой? Иә. Нақты қай статья еске түсіріңізші?
ақш-та былай зерттеу жүргізеді. Егер карантин болмайтын болса, яғни жесткий карантин болмайтын болса, онда ақш халқының где-то 67% ауырады. Ол 200 миллион адам. 200 миллион адам ауыратын болса, олардың 1%-на оларға кәдімгідей не керек? Или не 10%-на қанша? 5%-на оларға кәдімгідей қатты көмек керек, себебі олар тяжелый форма дейді, ауыр формасында ауырады. Ал ақштың несі, денсаулық сақтау жүйесі, ол бір уақытта 8 миллион адамның өмірін құтқара алады. Егер карантин болатын болса, ал карантин болмайтын болса, ол тек қана 1 миллион құтқарады. То есть получается олар карантин енгізбесе, где-то 7 миллион адам қайтыс болады. Ал ақштың бір азаматының өмірі ол $5 миллион деп есептеледі. Ал 7 миллионды 5 миллионға көбейтетін болсаң, это ол $70 триллион бола ма? Ал ол ақштың 3 жылдық ВВП-сы. Яғни олардың қазіргі мысалы беріп құртып жатқан ақшасы карантинге болсын, соцпомощьқа болсын, ол фигня. Типа олардың 7 миллион адамның өмірін құтқарып, экономикалық алған пайдасынан салыстырмалы түрде где-то 10 есе аз деп айтуға болады кәдімгідей. И осындай нәрсе Қазақстанда да бар. Мысалы Қазақстанда былай есептеуге болады. Тот же как бы 67% ауырады, ал это где-то 11 миллион адам біздің Қазақстанда, олардың 1%-на прям кәдімгі жестко көмек, 5%-на қатты көмек керек, и олардың 1% қайтыс болады. И былай есептесе, где-то это әрине типа на глаза дейді ғой, вообще неточная информация. Ол біз где-то 7 триллион ба солай типа пайда көреміз теңгемен, доллармен ба, иә, сондай короче. И біз карантин по-любому выгодно деген сияқты. Есіме түсті, Қазақстанда қателеспесем, адам басына айтып беріңіз енді соны айтамын деп па? Адам басына 136 мыңнан шығады ғой. США-мен салыстырсаң 2,5 миллион и 136 мың да, разница там. Адамның өмірінің құны ма? Адам өмірінің құны. И бұл нәрсені там не үшін ойлап тапқан? Там именно осы карантин ситуацияларында біздің билік қазір таңдай ақшаны қымбат көріп отыр ғой. Халық демдеуге қарағанда там ұлттық қордағы ақшаны сақтап қалып отыр, немесе жаратқан ақшасын барлық адамдардың саусақтарының арасынан там қалталарына ақ кетіп жатыр деген сияқты. Ал жалпы именно осы зерттеу арқылы там түсінуге болады, адамдардың өмірін сақтап қалу үшін ақшаны там қиюның қажеті жоқ, себебі это окупится. Уақыт өте келе ол адамдар там еңбек күші ретінде сенің қазынаңды керісінше толтырады деген нәрсе ше. Бірақ сен оларды сақтап қалмасаң, долгий перспективе одан да көп нәрсені жоғалтасың. Бізде айтып отыр ғой, мысалы 2030 жылға дейін қазақстандықтардың саны 30 миллионға жетеді деген там зерттеу бар да. Бірақ егер там бізде осы карантин, там коронавирус кезіндегі не сияқты болса, там 32-тен Құдай сақтасын, көп адам қырылатын болса, біз осы статистикаға явно жетпейміз ғой. Естім, экономиканың көлемі бәрі өспейді. Соған байланысты болған. Негізі өте қызық зерттеу, маған қатты ұнаған болатын. Бірақ ол зерттеу там шетелдік бір компаниямен жасалған болатын да, там барлық мемлекеттерге. И сол себепті қазақстандықтардың құны нақты болмайды, себебі олар тек қана бізге мынандай официальный статистикаларды ғана біледі ғой. И сол бойынша ғана есеп жүргізеді. Сол себепті мен ойлағам, негізі қазақстандық біреулер осыған байланысты зерттеу жүргізсе жақсы болар еді деп. И осындай статистикаларға, осындай көрсеткіштерге негізделіп мемлекет әрекет жасаса, ол өте мықты болар еді. А если бір адамның құны 136 мың деп есептеген олар официальный статистикаға сүйенген, иә? Официальный статистика бізде жалақы орташа 212 мың. Ал реальный жалақыдан аз ғой? Реальный әр адамның құны бізде одан аз ғой? Жоқ. Асеке 136 мың это доллар. Доллар болғанмен енді, типа, қараңыз. По-любому зерттеу жүргізген ненің айту бойынша бір қазақстандықтың құны 136 мың доллар, иә? Ал ол зерттеу жасаған агентство, ол ресми статистикаға қарады. А ресми статистикада біздің айлығымыз орташа 212 мың. Ал реально одан аз ғой бізде. Ал реальный ақпаратты білсе, значит бізде ғой. Значит 67 мың доллар біздің реально құнымыз әр адамның өмірінің. Деп айтқым келді просто. Сондай ой келді. 67 доллар ол қанша? Менің сіздің құныңыз. Білмеймін. Жоқ, енді ол жерде былай ғой, мысалы Астеке есептеуде бұл айтқан
олар бір қазақстандық өмір бойына таба алатын ақшаны 6 есе көбейткен ба, сөйтіп есептеген олар. То есть 178 и так көрсең, то есть біз өмір бойына 20 000 доллар таба аламыз изначально. Так что, то есть как бы более-менее нормальный сияқты статистикасы олардың. Мүмкін олар орта жалақымен есептеген жоқ. Жалпы негізі примерно былай есептеген шығар бәлкім. Қазақстан жалпы ішкі табысын алып халық санына бөлесің, соны аласың да 6-ға көбейтесің. Иә. Может, но бірақ мен просто сондай ой келді маған. Да, ол да шындық себебі. Бүгін мынандай жаңалық естідік. Басында бір группаласын жүгіреді. Мынандай бір картинкада былай тұр. Қазақстан үшінші әлем мемлекеттеріне, интересно, өзі қай әлем мемлекеті. Сол мемлекеттерге көмек беретін жеке билік орган ашамыз. Яғни ол МИДта жұмыс істейді. Иә, сөйтіп істейміз. И сосын біз группамен күлеміз оған, что за фигня, не айтырсыңдар деген сияқты. Екінші жаңалық шығады. Мен уже за нами же выходили көрдім. Екінші жаңалық министр образования науки ол былай Қазақстанда 20 000 оқушылардың ноутбук алуға ақша жетпейді. Давайте соларға қайырымдылық құрашады, қазақстандықтар ақша тастасын. Как бы екеуі бір күнде ғой еще, как бы настолько вообще контраст. Иә. Бірақ Қазақстан МВФ-тің Евросоюздың есептеу бойынша орташа табысты елге береді ғой. Өйткені апрель айында Евросоюз көп елдегі көмектесті. Тунис, Иордания, Өзбекстан, Қырғызстан деген сияқтыларға коронавируспен күресу үшін бір 30-40-50 миллион бөлді. Украинаға 1 миллиард деген сияқты. Тунисқа 600 миллион. И сол жерде Қазақстан ол списокта болған жоқ. Өйткені Евросоюздың списогі бойынша ол үшінші әлем елдеріне ғана көмек берді. И орташа табысты елдерге берген жоқ. И Қазақстан көмек берген жоқ. Соответственно, Евросоюз. И сол үшін вывод Қазақстан орта тапты елдердің ішіне кіреді. Окей, келісім сөзімді қайтып аламын. Қазақстан үшінші әлем мемлекеті емес, мойындайық. Үшінші әлем мемлекеті деген мысалы. Әрине. Чад, Нигер. Кембай. Ал үшінші әлем мемлекеті болсақ та мен историямдағыдай ағаштармен күресіп едік қой. Ол ағаштармен күресу Көбейтұздағы тұзды ұрлаумен қаншалықты айырмашылығы бар? Ну, бізде там ағаштарды егіп қойсақ адамдар жылады деп ойламаймын, бірақ енді Көбейтұздаған там адамдар коронавирусқа емдеді да, там біреу құсылық жіберді, содан кетті ғой мен бәрі. Енді ол жерде ондай ситуация болды ма? Адамдар коронавирустан там депрессияда отырды, и біреу шығады айтады, мына ағаштар бәріне кінәлі дейді. Сосын адамдар ағаштарды жұлып тастайды. Қазақтарға там кезінде там бар ғой, орыстар келіп там просвещать етпеген күннің өзінде там қазақтар ондай төмендеге түспейтін еді алаңдама. Айтайын десем. Айтайын. Нидерландының тұрғындары дамыған ел бола тұра, 5G-дің нелерін өртеп жатты ғой, жабайылар сияқты. Өтірік ұстықтарға сен, так что адамдар тупой болғаны мемлекет дамыған көрсетпейтін сияқты, менің ойымша. Ну, бәлкім это. По-любому там определенный масса болады, сондай тірлікпен айналысатын. Маған Балғабаевтың әзі нормально еді. Балғабаевтың әзі нормально еді. Так, Кембайдың айтқан бірінші жаңалығына байланысты былай айтады. Агентство помощи бедным странам создали в Казахстане. Свои 42 500 тенге бедная страна может получить подать заявку егіп платить. Жалпы Сенат, қалай ойлайсыздар Сенатқа байланысты жақында там сайлау өтіпті ғой, біз оны даже білмейміз. Бүгін өтті ғой сайлау. Иә. Мен қызық болды да. Парламенттің жоғарғы палатасында сайлау болады, адамдар оның ешқайсысын білмейді. Сайланып қалған кезде 1-2 адамға естіп жатыр новостидан. Тараздан мен кім сайланған білмеймін. Өйткені оны сайлайтындар Тараз қаласының маслихаты. Жамбыл облысының маслихаты. Иә, маслихаты. И мен оқып көрдім маслихатты кім сайлайды екен деп. Официально маслихатты халық сайлайды екен сайлауда. Мен өмір бойы көрген жоқпын, ешқайсы қалада бір мына күні Жамбыл облысының маслихатының сайлауы болады, сайлау кеңдер қатысыңдар деген сияқты. Мен вообще ондай көрген жоқпын. Бірде бір көрген жоқпын. Адамдар қатысқанын естіген жоқпын даже. Президент сайлауын мейлі, парламент сайлауын даже көрмеген.
мәжіліске сайлау. И бүгін маслихат сайлау дегенді естігенде оқығанда ойладым да, типа, настолько халықпен байланыс жоқ деп ше, биліктің. Иә, сол жақында мен мынандай ойды оқығам. Негізінде Қазақстанда сенаттың қажеті жоқ екеніне байланысты ше. Сенат в основном федеративті мемлекеттерде болады екен. Иә, региондардың басшылықтары әртүрлі. Қазақстанда біз тәуелсіз и бір единый мемлекетпіз, бізге ол нәрсе керек жоғына байланысты. Бірақ бізде ол не үшін бар деген сұрақ туындайды, сол жерде айтады, ол тек билікті қорғаушы, биліктегі адамдарды. Иә, типа аяқ асты каким-то образом мәжіліске оппозиция сайланып кетсе, ну хотя вряд ли. Сенат полностью президенттің қолында ғой. Өйткені ол жақта беспартийлар сайланады, и еще 49 адамның 15-ін президент лично тағайындайды. Так что олар мәжілістің шығарған шешімдеріне вето қойып істей алады да. Типа отклонять петиция, типа қайтар жібереді. И соның үшін возможно, что сенат еще олардың ограничениялары, фильтрлары мықты екен ғой. Сенатқа түсу үшін условно 5 жыл жұмыс істеу керексің, мемлекеттік қызметте 30 жастан асу керексің, и ең жөскері өзің аймағыңдағы маслихаттың 10% алу керексің да. Иә. Қалай 10% алу керек? Өзің аймағыңдағы маслихаттардың 10% адамның сен подписін алу керексің. Я одобряю это человек. Системный человектардан арқылы өту керексің ғой. Иә. То есть, как бы, сырттан адам өзге никак сайлана алмайды. Вообще. Я, конечно, сен президент сайламаса. Кімге қалай қарайсыздар? Бағдат Мусинов ғой, вице-министр болып. Бағдат Мусинов премьер-министр болды дейсіз ба? Вице-министр болды ғой, информация. Иә. Соған қалай қарайсыздар деген. Маған жалпы ол кісінің персонасы өте қызық. Мен білмеймін. Еш қалай қарамаймын. Өйткені қандай? Білемін, что жас, өздігілген. Иә. Өйткені маған былай сияқты. Пока ол системаның адамы ма, ол жас па, СДУ бітірді ма, басқа жас бітірді ма, ол бір тиын сияқты. Пайдасы, зияны. Одна нәрсе ғой, типа, ой, Тасмағамбетов президент болсын деп. Ол да осы болмас, осы системаның адамы. Так что маған ешқайсы осы системаның адамдары ұнамайды десең. Кім системаның адамы емес сіздердің ойлағаныңыз бойынша? Қалай? Системаның адамы емес кім? Бізде жоқ. Білмеймін. Адамдардың барлығы, даже ауылдың әкімі, маслихаттың депутаты, ешқайсысы маған кім болса да ұнамайтын сияқты. Менде бір қызық ой бар да, бір сөз бар ғой, типа әртістер, әншілер да, соларды өлтірдің жазалама, оларды есепке алма, себебі ол қандай билік болмасын, сол билікке қызмет етеді дейді ғой. И бізде қазіргі ситуациядағы көп аймақтың басшылары сөйтіп сондай позицияда отқан сияқты, любой момент лақтырып кетуге дайын сияқты қанмен. Көп адамдар қазіргі таңда. Иә, егер адамды жоғары жақтан тағайындайтын болса, мысалы мені бастығым тағайындап қойса, мен бастыққа жақсы көргім келеді, төмен өзімнің қол астымдағы емес. И сол үшін дұрыс қой, иә, мақтай береді тупа. А егер мені аст жақтан сайлаған кезде, мен астың адамдарға жақсы көңілім тұрса. Мен сен айтқан список бар ғой, әншілер, әртістер, сосын тағы бір ең көне жұмыстың иелері, және солардың қатарына мен дін деген нәрсені қосқым келеді. Жоқ, бұл не жағынан емес, мысалы какой-нибудь фобия или бір нәрсе емес, просто как по факту, типа мен өзім талай бардым мешітке и талай көрдім, типа біздің денсаулығы жақсы болсын, ауырмасын деп айтқан жақтар, оған аумин деп отыр кәдімгідей. Мен оны талай көрдім. Хотя ол кісілерде вроде типа оқыған, ол кісілер ақылы бар, түсінеді, олардың қолында билік те бар, олар да элитаның бір бөлшегі. Вот. Просто менің ойым. Оларға байланысты қазіргі таңда көп қайтсам, кому есть что терять бүгінгі таңда барлығы сондай позицияда тұр. Олай айтсам мен қателеспеймін да.
ал неге байланысты там аман сау болсын дегенге байланысты. Енді қандай жаман болсын там аман болсын по-любому. Алланың жазғаны ғой бәрі. Ешкімге там ажал тілей алмаймыз ғой. Ал жалпы там әркімнің жеке позициясына байланысты бүгінгі таңда Қазақстанда болсын, Белоруссия, Россияда болсын өзінің позициясын былай ашық білдіре алатын адам жоқ сияқты. Аз шетелге кетіп қалмаса. Өйткені жаңалық естіген шығарсыздар не деген сияқты Қарағандының әкімінің прямой эфирге шыққан кезде сағатымен ұсталып қалуы қымбат. $5 тұрады. Как бы әрине әкім үшін $5 қатты үлкен ақша емес. Егер тем более көп жылға әкім болатын болса. Бірақ осындай кезде маған Қазақстандағы сияқты Навальный жетіспейді. Мысалы, ол шығып ойбай, мына сағат қаяқтан келген былай түсіндіріп берсе, адамдарда вообще как бы сұрақ азаяды барынша. И сұрақ сіздерге не үшін біздің Қазақстанда өзіміздің сияқты Навальный жоқ. Сондай ФБК жоқ мысалы. Себебі кезіндегі Навальныйлардың барлығы белгісіз себеппен өз-өзін атқызып өлтіріп тастаған ғой. Егер мен осындай ситуацияда мысалы Швейцарияның мысалы Женева қаласының әкімі костюмі $20,000 екен, сағат $100,000 екен, мен нормально воспринимать етемін да оны. Нормально қабылдайтын. Қазақстанда болған үшін типа сразу адамдар ойбай шулай ғой. Маған ұнамайды кейбір адамдардың жеке қалтасына қол салады ғой, типа өткізгенше осыны балаларға операция бермей ма деген или бітпей ма деп айтады ғой, и сәл жатқанша бітпей ма. Яғни ол нәрсе дұрыс емес, біреудің ақшасын санау деген біреудің қалтасына қол салып. Иә, біздің система дұрыс, система дұрыс емес Қазақстандағы, и ол жерде әр адам ақшасын біздің санағанда біздің гражданский долгымыз. Бірақ негізі былай алғанда нормально емес. Ол примерно былай болады ғой там. Когда Қазақстанда там адал жолмен ақша табу нормаға айналады, сол кезде там адамдар біреудің ақшасын санауды қояды сияқты. Бүгінгі таңда көп адамдар типа білумен туысқаны арқылы немесе там сөйлесіп пара беріп бүйтіп кетті, сөйтіп кетті, әйтеуір гип атсам деген сияқты темалар көп қой. Соның кесірінен там барлығы там адал тапқан біреу адал ақша тауып там үй соғып жатса да там мынау деген там бір нәрсе бүлдірді, өзі қылмыскер алмау деген сияқты немесе там пара береді деген сияқты әңгімелер болады, ешкімге сенбейді. Осыған байланысты проблемалар көп. Негізі алдында кім жаңа за нами выходың жүргізушісі айтып отқан, мен де есіме түсіп кетті. Қашан не барлық табыстарының көрсеткішін жасайтын бір заң қабылдағалы жатыр еді ғой, қалып кетті ғой жайында. Осы жылдан бастап. Декларация. Сол нәрсені негізі жасаса жақсы болар еді. Құтқармайтын сияқты бізде Россияда бар ғой система, типа декларирование өзінің табысын. И өткен жылмен салыстырғанда осы жылы Кадыров табысы бірнеше 100 есе өскен ғой. Өткен жылы 7 миллион 8 миллион болған, осы жылы 100 миллион рубль болған. И ол неге ондай болғанда жазбағанда. Сол сияқты мысалы Россияда болған ондай нәрсе бұрыннан бар. Россияға қарайтын болсаң, онда вообще жас қойған, Россияның бір церковінің попы ма бар емес па, типа олардың бас имамдары. Иә, патриарх деген. Оның қандай машиналармен жүретіні, қандай алтын бір ыдыс-аяқтармен тамақ ішетіні өте жақсы. Әзіл бар ғой, типа патриарх Кирилл игуменияға айтады ғой, Мерседесің сат дейді, игумения тұрды, оны сен яқтан сат дейді ғой. Бірақ бізде кішкене басқарақ жұмыс жасайтын сияқты. По-любому кішкене бізде әсері көбірек болады сияқты. Потому что бізде там Тоқаев келді, и режим более там максимально болмаса да кішкене болсын там халыққа негізделген ғой. Ал Ресей Федерациясында там қазіргі Путин ситуациясында Путин жөніндегі адамдардың барлығы құдай, ал халық вообще никчемный ғой. Даже там біздің билік просто халықтан қорқады ғой, мысалы біздің билік халықтан қорықпайтын болса, онда там оппозиционерлерді душит етіп, там өлтіріп, немесе шетелге қашырып жібермейтін еді ғой, там Навальный сияқты жүретін бізде де біреу болатын еді деген сияқты. Ол жақта там Путиннің беті ма терісі соншалықты қалың, что ол там ешнәрседен қорықпайды да, халқынан қорықпайды. По-моему, ол декларация жасағанмен көмектеспейді елге. Өйткені мысалы Кадыровтың мысалында Кадыровтың табысы бірнеше есе өсіп кетті.
и прокуратура оған қызығу керек та, оған типа неге ондай болды, там ақтарып, там оған білмеймін не істеу керек, допрос жасай ма, басқа істей ма, әйтеуір үйіне бара ма, оны қызығу керек, ол неге ондай болғандығын зерттеу керек. И айтады, типа былай болды, и соның үшін ол жерін сатты, үйін сатты, Швейцариядағы яхтасын сатты, соның үшін осындай табыс көбейіп кетті осы кезде. Ал олай болған жоқ. Өйткені прокуратура да Путиннің адамдары, Кадыров та Путиннің адамдары. Сол үшін пока система болғанша ол декларация ешқандай табыс емес, пайда әкелмейтін сияқты. Просто қазір бізде барлығы бір жақта емес қой. Там кітапхананың адамдары бар, қазір Ақорданың адамдары бар деген сияқты. Көрінбейтін соғыста бәрібір жүріп жатыр ғой. Әрине мен Ерлан сияқты мен подробностьтарын білмеймін, бірақ менің түсіну бойынша, мысалы, кім бар? Ресейлік политолог Екатерина Шульман деген адам бар. Егер тыңдасаңыздар, видеоларын ашып барсаңыздар болады. Статьяларын оқысаңыз болады. Сол кісі былай айтады, элита дейді ташы, бөлінетін болса, ол көрінеді. Элитаның бөлінуі ішінде раскол болатын болса. Ал менің түсінуім бойынша қазіргі біздің Қазақстанда элитаның арасында ешқандай раскол жоқ сияқты. Иә, әрине, әр кімнің өзінің интерестері бар, жеке, это понятно, бірақ раскол явно жоқ сияқты. Вообще, негізі вообще раскол опасный ғой элитаның арасындағы. Вот, по-моему, жоқ сияқты, как бы. Ерлан сол үшін келісіммен. Ну, там біз әлі байқамадық деген ол раскол жоқ деген сөз емес. Там, конечно, бәрі қандай бір-бірімен жауласып жатқан жоқ, бірақ уже там біраз уақыт болды, не все идет в одностороннем порядке дейді ғой. Уже там биліктегі адамдар ауысып жатыр, по-любому андай ғой, біреу кеткеннен кейін орнына біреу келеді, там жаңа адамдар, жаңа өзгерістер. Типа телевизорда қазіргі мен бір сәтке кетіп қалайыншы, типа телевизорда айтады ғой, типа бізде на связи, типа политолог бір нәрсе дейді ғой. И ол кісі сөйлейді, типа күшті нәрсе айтып дейді. Мен сондай істемеймін ма? И мен бүгін өзім солай сезініп жатырмын, политолог ретінде. Отырған айтады ғой, диванда отырып, типа әңгіме айтып, там өйту керек, бүйту керек, типа глобально сөйлейді деген сияқты. Бұрын былай болады ғой, кейде анау үйде мысалы бір досың келеді, или бір туысқаның келеді, сонымен бір типа просто әңгіме айтасың ғой, просто типа ештеңе шешпейді ол әңгіме, просто әңгіме анау. Иә. Солай жүріп жатыр. Өзіміз үшін ба? Иә. Иә, анау мемді шығару керек, мен айтқан мемді. Мен шығарамын осы мемді. Күтеміз. Объективная оценка деп. Жарайды, менде мынандай сұрақ бар. Қазір үлкен заттар талқылап отырмық қой да. Осыдан где-то бір апта бұрын, даже кешеге дейін шығып жатты ЗТБ-да. Анау шықты ғой, типа орташа жалақы Швейцарияда мынанша, маска тақпағанға штраф мынанша, и Қазақстанда мынанша. Иә, сұрақ. Ойлайсыздар, осы шынымен де мысалы түсінікті да, не үшін үлкен штраф? Себебі адамдар, то есть көбейіп кетуіне шынымен де адамдардың кінәсі бар, біріншіден. Қаншалықты мысалы статистиканың бұрмалануы, өлім сандарының айтылмауы, тағы да басқасын деген күннің өзінде ешкім сенің қолына маскаңды алып жерге тастап жүрген жоқ. Немесе ешкім сенің алып тамағыңды алып қойған жоқ ол масканы, дұрыс па? Адамдардың өз кінәлі, иә, түсінуге болады. Бірақ сонда күннің өзінде де ол қаншалықты ақылға қонымды, соншалықты үлкен ненің болуы жекелеген адамдарға және нелерге әртүрлі тооларға болсын, жоғаларға болсын, соларға осындай үлкен салықтың штрафтың салынуы. Қалай ойлайсыздар? Ол штрафқа байланысты менде бағана кімнің Джо Страусел бар ғой. Соның несін салып көргенмін Инстаграмда, типа махинацияларын. Саған келеді там тексеріспен видеоға түсіріп алады, и сосын саған там условиялар қояды, либо сенің там каждый там қызметкеріңе там маска тақпаған мынанша МП-дан есептейміз, ол мынанша болады, немесе там кәсіпорынға саламыз, ол мынанша болады, либо там 15 адамға шығарып төлей сал, там со скидкой аламау деген сияқты әңгімелер. Енді кәсіпорындардың там жұмысын олай қиындату дұрыс емес деп ойлаймын, бірақ именно қазіргі таңда там кәсіпорындарға қойылған МРП деңгейлеріне байланысты мен еш нәрсе айта алмаймын, себебі кәсіпорындардың табыс деңгейі бізде там орташа деңгейі қандай екенін де білмеймін. Бірақ біз білеміз, что адам өмірі бәрінен маңызды да, и соған байланысты там ондай критериялардың қоюы дұрыс деп ойлаймын, себебі сен егер барлық нормаларды сақтайтын болсаң, саған там штрафтан да еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ та, даже
коронавирустан да қорқудың қалай ойлайсыз Асеке? Осы қаншалықты дұрыс, бұрыс, пайдалы ма, қойылған мақсатқа жетуге көмектесе ма? Бағанағы сұрақ па? Иә, үлкен штрафтың болуы. Ну, мен ойлаймын, біріншіден бізде типа штраф этапы жоғары ғой. Адамдардың табысы бойынша қарап, любой там дорожный, ну, машина айдаған кездері штрафтар жоғары, чем Европа елдерімен жалақымен салыстырғанда. Так что маска тақпаған үшін олай штрафтың жоғары болуы нормально деп біздің ел үшін. Екіншіден типа адамдар бізде көбінесе сенбей жүрді ғой басында. Ойбай, там свайппен шашып жатыр, анау бүйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Саясаттың барлығы көтеріліс істемеу үшін істеп жатыр деген сияқты. Сол үшін осылай жестко істемесе адамдар көнбейді мына нәрсеге. Ну, с другой стороны, қарау керек қой адамдардың табысына. 42.500 минимальный айлық и 83.000 штраф деген дұрыс емес сияқты. С другой стороны, бірақ мен за маска тақпағанға үлкен штраф болғанына. Ну, әрине, мысалы менде қолдаймын, ну, типа, мен талап етемін адамдардан маска таққандығын адамдардың. Мысалы мен Алтынордаға жақып тұрамын да, и мен барамын магазинге болсын, неге болсын, көремін, көрген 10 адамның прям удача болады, болса тек қана жартысында ғана маска болады. Вот, қалғандар тақпайды. Иә, көмектесуі мүмкін, бірақ мынандай ғой, оның екінші жағы бар ғой. Үлкен штраф, ол адамдардың ол штрафты төлеуге желаниясын қайтарып тастайды. Ал адамдардың желаниясы болмайтын болса, олар басқа жолдар табуға тырысады. Яғни келісіп сөйлеген адамдармен деген сияқты. И просто оның екінші жағы да бар ғой деген сияқты уайымдар бар да. Иә, енді любой нәрсе екі жағы болады деп. Ну, мен Таразда көрген кезде, мысалы, Таразда көшеге шығасың, 100%-ның бәрінде маска бар, но 100%-інде мұрны аузы ашық. Әшейін құлағына іліп алған, и болды. Бар. Оған не істейді, мысалы, оған штраф сала ма? Маскасы бар, но бірақ тақпаған, мұрны ашық, аузы ашық. Оған қалай деген басқа сұрақ кетті. Иә. Түсініңіз, Иә, түсініңіз. Білесің бе? Мысалы, сен барып айта алмайсың оған. Иә, вроде маскасы бар, но бірақ оны қолданған жоқ. Иә. Иә. Қазір мен, короче, не көріп жатырмын, Телеграм, короче, неді, Беларусьтың каналы бар да, Телеграмда. Нехта деген же. Нехта. Иә. Ну, Нехта жазған, бірақ кеше айтқан, типа, Нехта, типа, ол Беларусьша атау деп. Ну, короче, сол жерде көріп жатырмын, и айтады медиктарша, давайте бізге түскен ОМОНдықтар, там, полицияның адамдарына осынша диагноз жазып тастайық дейді. Ауру, там, үйтіп қалып деген сияқты, чтобы жұмысқа шықпау үшін олар. Күшті? Иә, мынандай ғой, типа, просто адамдар, мысалы, көп деген қазір адамдарды байқаймын да, типа, оппозиция настроение дейді ғой, қазақстанда болсын, немесе осы интернетте болсын, олар полицейлерді не көреді, прям ата жау сияқты көреді. Бірақ прикол в том, что айырмашылық мынандай, сен бар митингге шығасың, сені мысалы ұруы мүмкін, соғуы мүмкін, окей, иә, но ал егер ОМОН болсын, немесе полицейский болсын, ол жерде бұйрықты орындамайтын болса, оны трибуналға жауып тастайды. Яғни оны прям жестко соттайды. И ол жерде как бы и полицейский типа ол объективный шешім шығарады, қай жақта зло аздау деген сияқты. Вот, и түсіну керек сияқты, типа протестке шығып жатқандар да и жалпы оппозиция настроен адамдар да, что полицейскийлер ол ең біріншіден сендердің адамдарың, ол сенің отандасың, сенің ол ұлттасың, сенің досың, бауырың, и айырмашылығы сен оларға жағдай жасап бере алуың керек, который олар қазіргі биліктен қорлық көрмейтіндей. Ал сондай кезде олар сенің тарапыңа өтеді. И мен наоборот күшті идея, мына шынымен кәдімгідей оларға больница жасап тастау, и ОМОНдар саны қанша, 1,5 мың дей ма? 1,5 мың шықпай қойса бітті, типа Лукашенко не істейді, внутренние войска еңдер, а внутренние войска как бы неохота ему, как бы ОМОНдар сияқты. Но, типа, трибуналға кетпейтін бір жол бар. Ну, типа, неде жұмыстан шығып кету. Полициядан босап кету, или ОМОНнан жұмыстан шығып кету. Или жалақысы қалып қалады, бірақ десең. Иә, как бы. Жұмыссыз қалады. Еще оның айлығы жоқ шығар, деп көктем ба? Сол спагеттер олардың күшті ғой. Ну, енді еще ерте пенсияға шығарады, там үй анау. Иә, ерте пенсияға шығарады, оларға еще кредит береді, арзанға үй береді. Мен де ұратын едім онда деп па? Лучше.
мен Лукашенконың орнында болғанда осылай істейтін егер Лукашенко болсам қазір кеткеннен плюс аз ғой, кетесің жүресің жасырынып Россияда бір қаласың артында скорее всего Ресейде қалмайтын сияқты ол. Мен болғанда қалатын едім да өйстіп Беларусьта там жамандап там әскерді шығар басқаны шығар до конца. Осыдан 2-3 күн бұрын маған Тимбай мырза жазған, бізде осындай идея бар, там жалпыда обсуждать етейік неофициальная обстановкада дейді. Мен келіскем, так что если что тыңдаған болсаңыздар осы уақытқа дейін соңына дейін рахмет. И бұл осы АПФ-тың ұйымдастырған, егер адамдар тыңдайтын болса бұл подкастты дәл шығатын болады. Қазір қоғамдағы актуальный сұрақтар бойынша обсуждение өтіп бүгін болған осы жерде Тимбай мырза болды негізі, ведущий типа и ведущиймен бірге собеседник болды. И Ерлан мырза Таиландның аға буыны, мен Асылхан